Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айзада, Айплюс республикалық білім беру орталығының мұғалімімін. Бақылау жұмысы бірінші сұрақ. Төл сөздің анықтамасын табыңыз. Что такое прямая речь? Жауап Б. Біреудің сөзінің өзгеріссіз берілуі. Екінші сұрақ. Төл сөз автор сөзінен кейін келсе, қандай тыныс белгісі қойылатынын белгілеңіз. Какой знак препинания ставится в случае, если прямая речь стоит после слов автора? Жауап Д. Қос нүкте. Мысалы, автор сөзі қос нүкте тырнақша төл сөз. Үшінші сұрақ. Берілген сөйлем төмендегі сызба бойынша автор сөзінің қалай орналасуына дәл келетін көрсетіңіз. Укажите верную схему данного приложения. Әкесі анау тағаны балам ала жүр деді. Жауап С. Автор сөзі ол әкесі, қос нүкте, тырнақша ішінде төл сөз, ол анау тағаны балам ала жүр, тырнақша жабылады, сызықша автор сөзі деді. Төртінші сұрақ. Төл сөзді сөйлемді көрсетіңіз. Выберите предложение с прямой речью. Жауап Д. Мұғалім былай деді. Әміре Қашаубаев қазақ халқының талантты перзенті. Бұл жерде төл сөз Әміре Қашаубаев қазақ халқының талантты перзенті. Бесінші сұрақ. Автор сөзі бар сөйлемді табыңыз. Выберите предложение, в котором есть слова автора. Жауап С. Келешек өткен тарихты қорғау дейді Олжас Сүлейменов. Автор сөзі дейді Олжас Сүлейменов. Алтыншы сұрақ. Төл сөзді сөйлемді табыңыз. Выберите предложение с прямой речью. Жауап А. Жаңбыр жаумаса, жер жетім, деді Төле би. Төл сөз жаңбыр жаумаса, жер жетім. Жетінші сұрақ. Төл сөзді табыңыз. Выберите предложение с прямой речью. Жауап Б. Уақытыңды үнемде, деді мұғалім. Төл сөз уақытыңды үнемде. Сегізінші сұрақ. Төл сөздің тыныс белгісін анықта. Расставьте знаки препинания предложения с прямой речью. Арманның досы Алматыда әлі 2-3 күн боламыз деген болатын. Арманның досы қос нүкте, Алматыда әлі 2-3 күн боламыз, тырнақша ішінде, үтір, сызықша деген болатын. Онда жауап С. Қос нүкте, тырнақша, үтір, сызықша. Тоғызыншы сұрақ. Төмендегі сызбаға сәйкес сөйлемді табыңыз. Укажите предложение, которое соответствует данной схеме. Онда сызбаны көрейік. Төл сөз, үтір, сызықша, автор сөзі. Жауап С. Ертең үйге қонақтар келеді. Бұл төл сөз, үтір, сызықша, деді Әмір. Бұл автор сөзі. 10-шы сұрақты көрейік. Төмендегі сызбаға сәйкес сөйлемді табыңыз. Укажите предложение, которое соответствует данной схеме. Автор сөзі, қос нүкте, сызықша төл сөз, сұрақ белгісі, сызықша автор сөзі. Жауап Б. Әмір, қос нүкте, сызықша ол сенің інің бе? Төл сөз, сызықша автор сөзі деп сұрады. Онда 10-шы сұрақтың жауабы Б. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз төлеу сөз. Төл сөздің төлеу сөзге айлануы. Алдымен қайталайық. Төл сөз дегеніміз ол біреудің сөзін өзгеріссіз басқа біреуге жеткізуі. Төлеу сөз дегеніміз біреудің сөзін өзгеріске ұшырап, өз сөзімен басқа біреуге жеткізуін айтамыз. Төл сөзбен төлеу сөзді әрқашан байланыстырып жүрген ол автор сөзі. Автор сөз дегеніміз ол айтып отырған адамның өз сөзі екен. Төл сөз бен автор сөздің аралығында көбіне көмекші етістіктер жүреді. Мысалы, де, деді, деп, дейді. Прямая речь – это слова, переданные автором без изменения, а косвенная речь – слова автора, переданные с изменением, но сохранившие общее содержание сказанного. Прямую речь можно переделать в косвенную речь или наоборот. Слова автора – это слова, передающие и прямую речь, и косвенную речь. Слова автора уточняют, кто, кому, в каких ситуациях сказал что-то. Прямая речь и слова автора связываются при помощи вспомогательных глаголов деп, дейді, деген и другие. Төл сөздің төлеу сөзге айландырудың бірнеше жолдары бар. Соның ең бірінші жолы төл сөздегі баяндауышты анықтап,
оны есімшеге айландырып, дық, дік, тық, тік жұрнақтарын жалғау және сонымен қатар табыс септігін жалғау арқылы төл сөзді төлеу сөзге айландыра алады екенбіз. Самый простой и часто использованный способ преобразования прямой речи в косвенную речь. Сначала глагол нужно преобразовать в деепричастие, а далее добавить к нему окончание винительного падежа. Иногда также к слову добавляются суффиксы дық, дік. Мысалы, төл сөзі бар сөйлем, мен судан қорқамын деді Арман. Төл сөздегі баяндауыш сказуемое қорқамын. Енді төлеу сөзге айландырайық. Арман өзінің судан қорқатындығын айтты. Дық жұрнақ, ал ын табыс септігінің жалғауы. Ал егер төл сөздің баяндауышы өткен шақта немесе нақ осы шақта болатын болса, онда баяндауышқа есімшенің қан, ған, ген, кен жұрнақтарын жалғайды екенбіз. Если в прямой речи сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени или настоящего времени, то в косвенную речь к глаголу нужно добавить суффиксы причастия қан, ған, кен, ген. Мысалы, автобус күтіп тұр деді Арман. Төл сөз автобус күтіп тұр. Күтіп тұр, ол осы шақ. Енді төлеу сөз. Арман автобус күтіп тұрғанын айтты. Тұр түбірі, ған есімшенің жұрнағы, ын табыс септігінің жалғауы. Егер төл сөздегі етістік келер шақта немесе ауыспалы осы шақта тұратын болса, онда етістікке атын, етін, итін, итін жұрнақтарын жалғау арқылы төлеу сөзге айландыра аламыз. Если в прямой речи сказуемое выражено глаголом в форме будущего времени или переходного настоящего времени, то при переходе в косвенную речь к глаголу нужно добавить суффиксы деепричастия атын, етін, итін, итін. Мысалы, ол ертең келеді деді Арман. Келеді, ол келер шақта. Енді оны төлеу сөзге айландырғанда, Арман оның ертең келетінін айтты. Кел түбірі, етін көсемшенің жұрнағы және ын ол табыс септігінің жалғауы. Ал егер төл сөз бұйрық райда тұратын болса, онда баяндаушқа тұйық етістігін жалғау арқылы өзгертуге болады. Если в прямой речи глагол состоит в форме повелительного наклонения, то в косвенной речи он становится глаголом неопределенной формы. Мысалы, сен ертерек кел деді Арман. Кел ол бұйрық райда. Енді төлеу сөзде Арман оған ертерек келуін айтты. Кел түбірі, у тұйық етістіктің жұрнағы, ін табыс септігінің жалғауы. Және соңғы түріне тоқталсақ, егер баяндауыш есім сөзден аяқталса, немесе ол тұйық етістікте тұратын болса, оған көмекші етістігі қосылады. Если в прямой речи сказуемое выражено именем существительным, прилагательным, глаголы неопределенной формы, то при переходе в косвенную речь нужно использовать вспомогательный глагол екен. Мысалы, кітап білім бұлағы деді Арман. Бұл жердегі төл сөз кітап білім бұлағы. Бұлағы зат есім. Ал енді төлеу сөз Арман кітаптың білім бұлағы екенін айтты. Екен бұл көмекші етістік. Ал енді тапсырма орындап көрейік. Осы ережеге сүйеніп, төл сөздерді төлеу сөзге айландырып көріңіздер. Преобразуйте прямую речь в косвенную. Ал енді талдап көрейік. Бірінші сөйлем. Қиындықтан қалай шығудың жолын мен білмеймін, деді анасы. Бұл жердегі төл сөздегі баяндауыш білмеймін. Ал енді төлеу сөз. Анасы қиындықтан қалай шығудың жолын білмейтіндігін айтты. Дік ол жұрнақ, ал ін табыс септігінің жалғауы. Екінші сөйлем. Әркім әртүрлі сөз айтып жатқанда, Сырбай тоқтаңдар деп бұйырды. Тоқтаңдар бұл бұйрық райдағы етістік. Ал енді төлеу сөз. Әркім әртүрлі сөзді айтып жатқанда, Сырбай тоқтауын бұйырды. Тоқта түбірі, у тұйық етістіктің жұрнағы, ын табыс септігінің жалғауы. Үшінші сөйлем. Сенімен сырымды бөлісейін деп келдім, деді Гүлнұр.
Келдім өткен шақта, ал енді төлеу сөзде Гүлнұр оған сырымен бөліскелі келгенін айтты. Кел түбірі, ген жұрнақ және ін табыс септігінің жалғауы. Соңғы сөйлем. Баламды сізге бірер сағатқа қалдыруыма бола ма? Деп сұрады Айман көршісінен. Төл сөздегі баяндауыш бола ма? Ал енді төлеу сөзде Айман көршісінен баласын бірер сағатқа қалдыруға болатынын, болмайтынын сұрады. Атын ол жұрнақ, ал ын табыс септігінің жалғауы. Бүгінгі сабақта төлеу сөзбен таныс болдық. Сонымен қатар төл сөзді төлеу сөзге айландырдық. Жаңа тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.